Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Қайырлы күн. Алла Тағала бүгінгі күнімізге береке хайыр берсін. Дұға тілектерімізді қабыл қылсын. Алла Тағала қасиетті Рамазан айында ұстаған оразаларымыз, оқыған құрандарымыз, берген азы көп садақаларымызды Алла Тағала өзінің разылығымен қабыл етсін. Алла Тағала бұл дүние мен ақыреттің жақсылығын, берекесін берсін. Енді міне бүгін Аллахың қалауымен қасиетті Рамазан айларында дұға тіледік. Қасиетті Рамазан айларында жақсы амалдар істедік. Өзіміз білетін, өзіміз түсінетін, жан дүниеміз сезетін әрбір амалдарды істедік. Алла Тағала барлық амалдарымызды қабыл етсін. Алла Тағала таңнан кешке дейін Алланың разылығын іздеп ауыз бекіттік. Бұл ауыз бекітуіміз тек қана аштыққа шыдау емес, көздің де ақысын беру, қолдың да ақысын беру, барлық дене мүшемізбен ұстау, Алла Тағала тыйым салған нәрселерден аулақ болу, Алла Тағала рұқсат берген нәрселерді жасау. Сол рұқсат берген ішіндегі ең қайырлы амалы «Хойрукум ман таалламал Құран ва алламаху». Сендердің қайырлыларың Құранды оқып, оны басқаға үйреткендерің дейді. Сондықтан Құранды оқу ол біздің жүзімізге нұр кіргізеді. Құранды оқу өмірімізге хайыр береке біледі. Енді мына дәйім дейміз ғой, дәйімун дейміз, әрдайым. Біздің приложениенің аты дәйім, әрдайым үздіксіз жасалып тұратын садақа, әрдайым үздіксіз жасалып тұратын Құран хатымдар, әрдайым үздіксіз оқылып тұратын Құран аяттары. Кім осы Құран аяттарын оқуға себеп болған болса, онда бір мезетте сіз Құран хатым жасауға ниетті боласыз, бір мезетте Құран жасау хатымына қатыса аласыз, бір мезетте осы Құран хатымның толық оқығандай сауап аласыз. Өйткені жұмыла көтерген жүк жеңіл дейді қазақ. Сол жұмыла көтеріп осы Құран хатымдардың дұғасын бағыштайтын боламыз. Енді біздің дәйім приложениесінің негізгі мақсаты үздіксіз Құран оқып отыру. Үздіксіз бір беттен болсын, бір аяттан болсын, екі беттен болсын. Мысалға, біз күнделікті Құран оқимыз, бірақ мына қасиетті Құран кәрімді басынан соңына дейін бітіру керек болады, хатым жасайтын болсақ. Ал біздің дәйім приложениеміздің ең ерекшелігі, осыны соңына дейін оқымасаңыз да, арасынан ашып, екі бетін оқысаңыз да, мына приложениемен екі бетін оқысаңыз да, сіз толық оқығандай сауап аласыз, және толық оқығандай хатымға қатыса аласыз. Ол үшін біздің дәйім приложениесін жазып алып, ішіне кіріп, және өзіңіздің Құран оқи алатыныңызды дәлелдейсіз. Ішінде өзінің сатылары бар, соған өзіңіздің лайықты сатыларыңызбен жаймен оқи бересіздер. Біздің дәйім приложениесінің негізгі мақсаты осы. Және дәйім приложениесіне өмірде өткен ата-анаңызға, өмірде өткен аталарыңызға, әжелеріңізге, тума-туыстарыңызға Құран бағыштай аласыздар. Оны жазылу тегін, ешқандай ақша сұрамайды. Бірақ кезегіңізді күту керексіз. Сол кезегіңіз келген кезде өмірде өткен аталарыңызға, бауырларыңызға Құран бағыштай аласыздар. Ал бисмилля, кезекті Құран хатымыздың тізіміндегі адамдарды Құран бағыштап, Алладан мейірім, рахым тілейік. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Әмин, бисмилля рахмани рахим. Аса қамқор ерекше мейірімді Алла Тағалам қасиетті Рамазан айында қасиетті Құран-ы Кәрімнен болған қасиетті аяттардан болған сауаппен ең әуелі ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның ақыл бәйіттерін сахабалардың және де арнайы ақын ұлы Асылбек, Қуат ұлы Дархан, Бағашар ұлы Еркен, Селақын қызы Рысқан, Нұрлан қызы Гүлдархан, Қазыбай ұлы Жұмақан, Сәлімбай қызы Сарқан, Айтжан қызы Жанар, Ысқақбек қызы Бибінұр, Көкен қызы Ғалия, Сабыралы ұлы Тауыртай, Оспан қызы Қаламкүл, Тауыртай ұлы Жеңісбек, Тауыртай ұлы Мересбек, Хасыран қызы Март, Әбілкей ұлы Зарлыхан, Кенжетаев Мәлик, Кенжетаев Қанат, Кенжетаев Талапқали, Мешбаева Ултуар, Тастанбекова Өмірзақ, Машаева Мәдина, Өтебай Салтанат, Әсенбай Рысқұлұлы, Мұсаханұлы Мырза, Жауынбай баласы Төлеу, Төлеген ұлы Әділ, Ахметжан Ғауқар Бекберген қызы, Сейітбек ұлы Рысқұлбек, Тілеубет қызы Нұрила, Сатыбалды ұлы Бауыржан, Керубай ұлы Арғынбай, Нәби қызы Пернеқұл, Абдулла ұлы Анваржан, Шахмұрат қызы Муслима, Юлдаш ұлы Мимантай, Керімбек қызы Теңекүл, Қуандық қызы Рыхаш, Шәрәпәддин ұлы Ахмет, Сайдмахамбет, Ирисбай. Алла Тағала есім аталған, есім аталмаған кісілердің рухтарына бақш еттік. Жатқан жерлерін жайлы, топырақтарын торқа, қараңғы жерін жарық қылғайсың. Алла Тағала осы қасиетті Құран аяттарымен ол кісінің қабірін нұрландырып, ол кісілердің қабірін жәннатта абақтан еткейсің. Сұрақ жауаптарын жеңіл, амал дәптерін оң жағынан беру нәсіп еткейсің. Алла Тағала бұл фәни дүниеде жасаған ізгі амалдарын, берген азды көп садақаларын қабыл етіп, жәннат төріне орын бергейсің. Артында алған бала-шағаларына, ұрпақтарына, тума-туыстарына, дендеріне саулық, отбасына аманшылық бергейсің, істеріне, кәсіптеріне береке бергейсің. Артында қалған ұрпақтарының елге, дінге, халыққа адал қызмет ететін перзенттерден болуын нәсіп еткейсің. Бұл кісілердің жатқан жерін жайлы, топырағын торқа, қарағын жерін жарық қылғайсың. Аллаху акбар. Міне осылай тізімдерді беру арқылы өмірден өткен ата-бабаларыңызға, туыстарыңызға осылай Құран бағыштайтын боламыз. Біздің дайын приложениеміздің мақсаты осы: адамдарға пайдамызды тигізу. Алла Тағала айтады ғой, бұл өмірде жақсылықтан құр қалмаңдар, жақсылық істеңдер. Адамзат баласына жақсылық істеу ол Алланың алдында қабыл болатын амалдардан. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қабірдің қасынан өтіп баратып, сонда сұрады дейді: мына қабірде жатқан адамдар осы өмірде келген болса, қайтып келген болса, не деп айтар еді деп. Сонда сахабалар айтты дейді: қайтып өмірге келсе намаз оқитын еді, қайтып өмірге келсе жақсылық жасайтын еді, қайтып өмірге келсе ата-анасының разылығын алатын еді деп. Бәрі өзінің ұсыныстарын, өзінің ойын айтып жатыр. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты дейді: егер бұл адам өмірге қайтып келетін мүмкіншілік берілген болса, онда я Алла, мені сол дүниеге қайтаршы, садақа берушілердің қатарынан болайыншы деп айтады екен. Сондықтан әрдайым садақа беріп, жақсылықта жарысуымызды Алла нәсіп етсін. Алла баршаңызға хайыр береке берсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.